Имансыздардың өмірі сен алдамасын. Кейде иманымыздың әлсіздігі себепті бізге кәпірлердің өмірі қызықты, жарқын және қуанышты сияқты болып көрінеді. Музыка, би, көңіл көтеру. Біліп қой, сауық сайран өткен соң имансыздықтың орнын толтыру үшін қайғы қасірет келеді. Олардың жан ауруы мың есе қиынырақ. Себебі олар еш нәрсеге үміттен алмайды, ешкімге жүгіне алмайды, және ешкімнен жұбаныш пен қорғаныш ала алмайды. Әл-Имран сүресі 196-197 аяттар. Иман келтірмегендердің жер бетіндегі еркін іс-қимылдары сен алдамасын. Бұл бар болғаны азғантай рахаттану ғана, ал сосын олардың орны тозақ болады. Бұл нендей жаман орын.